тұр деген сияқты сол ақпаратты тексеруге арналған. Және де диалоговый окно дейтін бізде тоже инструмент бар. Ол бізде осындай ортасында жаңадан қайтадан окно ашылады, бет ашылады. Одан кейін ол жерге new chat деп бассаңыздар, жаңадан чаттарыңыз ашылып, осы жерге тексттеріңізді жазып өтсеңіздер болады. Мысалы, жазып өтейін. Сәлем. Бүгін қандай күн деп сұрақ қояйын. Сәлем, бүгін қандай күн дедім. Сәлем, бүгін 2026 жылдың 31 шілдесі жұма күні деп жауап берді. Сонымен қатар тек қана жазу емес, сабақ уақытында ыңғайлы етуге жазылып, мысалы, тез істеу үшін голосовой помощник бар бұл жерде. Үстін басып тұрып, мысалы, сәлем, бір жылда қанша күн бар деп сұрақ қойдым. Қазір күте тұрайық. Менің мына сөздерімді танып алсын. Кішкене күте тұрамыз. Міне, үстін басып тұрып, мысалы, сәлем, бір жылда қанша күн бар дейтін текстін жазып тұр. Және де оны жібере салайық. Бір жылда әдетте 365 күн бар, ал көбісі жылда 366 күн болады деп маған жауап қатты. Осы чатты сабақ барысында қолдануға, немесе жұмыс барысында, конференцияларда тез сұрақтарға жауап алу үшін, және де жұмыс процесті